Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Айсұлу Нұридың қызы және менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз Түркістан қаласындағы балаларға арналған тамаша орын Сиқырлы керуен ойын-сауық орталығына саяхат жасаймыз. Бұл орталық балалар мен олардың ата-аналарына көптеген қызықты аттракциондар мен ойын-сауықтарды ұсынады. Біздің бейнемізде біз осы орталықты не бар екенін егжей-тегжейлі шолып шығамыз. Ал бастайық. Түркістан қаласында уақыт бөліп арнайы баруға тұрарлық мәдени нысандардың бірі Сиқырлы керуен. Керуен сарай көп функционалды туристік кешенінде орналасқан балаларға арналған осынау ойын-сауық орталығында таңғажайып ертегі кейіпкерлері мен түрлі түстерге боялған ерекше қамал көздің жауын алады. Қамалға кірсеңіз шығыс ертегілері әлемінде жүргендей күй кешесіз. Бұл жерге кірген балалар Аладдин мен Али Баба мультфильмінің кейіпкерлері бейнеленген аттракциондарға мініп, уақыттарын көңілді өткізе алады. Сиқырлы керуен орталығының сыртқы көрінісі бірден назар аударады. Ғимарат ертегі сарайына ұқсас етіп жасалынған. Сыртқы қабырғалары ашық, жарқын түстермен боялған. Бұл орталықтың көңілді атмосферасын көрсетеді. Орталықтың ішкі кеңістігі де ертегі әлеміне ұқсас. Жарықтандыру, түстер және декорациялар бәрі бірге орталыққа сиқырлы және жағымды атмосфера береді. Орталықтың ішкі декорациялары әртүрлі ертегі және мультфильм кейіпкерлерінің бейнелерімен безендірілген. Бұл кейіпкерлер балаларға таныс және оларды орталықта қуантады. Біз сіздерге бұл жерге келіп, өз көздеріңізбен көріп, балалармен бірге ерекше тәжірибе алуға кеңес береміз. Орталықтың касса аймағы кіреберісте орналасқан және арнайы жасалған айқын түсінікті көрсеткіштермен жабдықталған. Кассадан әртүрлі билет түрлерін сатып алуға болады. Мысалы, балаларға арналған билет, ересектерге арналған билет, отбасыға арналған арнайы ұсыныстар және тағы да басқа. Билеттердің бағалары аттракциондарға байланысты әртүрлі болады. Біз де өз билеттерімізді алып алдық, ал ендеше ішіне қарай саяхатты бастаймыз. Ал достар, бірінші бөлімде біз орталықтағы ең қызықты аттракциондарды көрсетеміз. Бұл орталықтың басты ерекшелігі. Бұл жерде балалар сырғанақтарда сырғанап, батуттарда секіре алады. Біз бұл орталыққа 2 баламызбен келген болатынбыз. Жасмина және Жандос. Келесі аттракцион кесе мен шайникке ұқсайтын аттракцион. Бұл аттракцион шай уақыты деп аталады екен және орталықтағы ең танымал орындардың бірі болып табылады. Аттракционның дизайны кесе мен шайникке ұқсайды. Бұл балаларға ерекше және қызықты тәжірибе береді. Әрбір кесе үлкен мөлшерде жасалынған. Аттракционның басты тақырыбы шай уақытындағы ертегі. Әр кесе мен шайник әртүрлі түстегі және әртүрлі өрнектермен безендірілген. Аттракцион толықтай қауіпсіз. Біз де осы аттракционға мініп көргіміз келді. Әрбір кеседе балаларға арналған қауіпсіздік белбеулері бар және орталықтың қызметкерлері аттракцион жұмысын істеп тұрған уақытта балалардың қауіпсіздігін қадағалап отырады. Аттракционның айналуы балаларды қуанышқа бөледі, әрі оларға жаңа тәжірибе сыйлайды. Егер де сиқырлы керуенге келіп жатсаңыздар, біз сіздерге осы аттракционды көруге және балалармен бірге тамаша уақыт өткізуге кеңес береміз. Бізге өте қатты ұнады. Орталықта тек аттракциондар ғана емес, сонымен қатар әртүрлі шеберлік сабақтары, анимациялық бағдарламалар және мерекелік шаралар өткізіледі екен. Бұл шаралар балаларға өз таланттарын көрсетуге және жаңа дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді.
Орталықта кішкентайлар мен үлкендерге арналған мәзірі бар кафе жұмыс істейді екен. Бірақ та біз кафенің ішіне кірген жоқпыз. Бізге бәрінен де аттракциондар қызық болды. Сонымен қатар бұл жерде балаларға арналған ойын автоматтары да бар. Орталықта балалар мен ересектерге арналған экстремалдық ойындар бар. Бұл ойындар адреналинді сезінгісі келетіндер үшін өте қолайлы. Мұнда бірнеше ерекше аттракциондар бар. Олардың әрқайсысы өзіне тән ерекшеліктермен және қызықтармен ерекшеленеді. Менің каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені алдағы уақытта сіздерге керуен сарайға келмегендер үшін арнайы түрде керуен сарайды обзор жасап түсірдім. Алдағы уақытта әлі бізде Абу-Даби және Мекке қалаларын міндетті түрде салатын боламын. Мен бұл арнаға өзімнің саяхатым туралы күнделікті салып отыратын боламын. Келесі бір біздің отыратын аттракцион осы аттракцион болмақ. Орталықтағы айналатын аттракцион келушілерге ерекше және қызықты тәжірибе ұсынады екен. Бұл аттракцион үлкен айналмалы платформа немесе шеңбер түрінде жасалынған. Ол белгілі бір жылдамдыққа айналады. Айналу процесі аттракционды ерекше етіп келушілерге адреналинді сезінуге мүмкіндік береді. Кешкі уақытта шамдар жанғанда аттракцион одан да сиқырлы көрінеді. Аттракционда келушілердің қауіпсіздігіне ерекше назар аударылған. Әрбір орындықта қауіпсіздік белбеулері бар. Бұл аттракционда бізге өте қатты ұнады, әсіресе балаларға өте қатты ұнады. Айналатын аттракцион түрлі жастағы балаларға арналған, ересектерге де балалармен бірге бұл аттракционды пайдалана алады. Бұл отбасылық көңіл көтеруді қамтамасыз етеді. Және де бұл орталықта ойын автоматтарын де таба аласыздар. Заманауи ойын автоматтарымен жабдықталған және әртүрлі жанрлар мен тақырыптарды қамтиды. Ойын автоматтары ерекше жарықтандырулар мен дыбыстық эффектілермен безендірілген. Бұл ойын процесін одан да қызықты әрі көңілді етеді. Ойын аумағында барлық ойын автоматтары қауіпсіздік талаптарына сай. Осы сиқырлы керуен орталығында тағы бір сізді таң қалдыратын аттракциондардың бірі ол каньон аттракционы. Бұл аттракцион жасанды жартастар мен үңгірлер және өзендермен безендірілген. Бұл балалар мен ересектерді сиқырлы саяхатқа шақырады. Келушілер арнайы жасалған вагондарға отырып, каньонның айналасында саяхаттайды. Аттракционның тақырыбы табиғаттың ғажайыптары мен ежелгі өркениеттерге арналған екен. Бүгінгі біздің сиқырлы керуенге ойын-сауық орталығына жасаған саяхатымызда аяқталуға жақын қалды. Бұл орталық өздеріңіз көргендей балалар мен ересектер үшін ерекше демалыс орны екен. Егер де сіздерге осы видео обзорымыз ұнаған болса, комментарий, лайк міндетті түрде басып кетіңіздер және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлімдерде сіздерге керуен сарайды толықтай көрсететін боламын. Мен бұл арнама біздің жасаған саяхаттарымыз туралы міндетті түрде салып отыратын боламын. Алдағы уақытта бізде Абу-Даби, Мекке қалалары күтіп тұр. Бұйырса алдағы уақытта менімен бірге болыңыздар.